Жамбыл облысында транзиттік жүк көліктеріне шабуыл жасап, тонаумен айналысқан қарақшылық топ құрықталды. Олар Volkswagen Golf автокөлігінде болған. Мемлекеттік нөмірсіз қылмыстық әрекеттерін жүзеге асырған. Көлік жүргізушілерінің айтуынша, қарақшылар кенеттен оқ жаудырып, оларды тонауға әрекеттенген. Бұл оқиға 3 ақпан күні сағат 12:40 шамасында болған. Жамбыл облысы ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің жол-патрульдік полиция батальонының қызметкерлеріне жедел хабар түскен. Онда республикалық маңыздағы Меркі-Шу Бурыл-Байтал тас жолында транзиттік жүк көлігінің жүргізушілеріне қатысты қарақшылық шабуыл жасалған айтылған. Сондай-ақ көлік ішінде бетперде киген 3 адамы бар. Мемлекеттік белгісі жоқ Volkswagen Golf маркалы автокөлігін ұстау бойынша бағдар беріліпті. Қанша рет ескерткенімізге ешқандай бағынбадық, тоқта деген талабымызға бағынбай, Байтал деген ауылға қарай бет алып кетті. Байтал деген ауыл жаққа бұрылғаннан кейін ол елді мекен, ол жақта халықтар жүретін болғасын, адам өміріне қауіп келетін болғандықтан қару қолданатынымызды жаңағы СБУ дейді, осымен хабарладық, тоқтаңыз, тоқтамаса сізге қарсы қару қолданады деп. Оған да бағынбағаннан кейін аспанға ескертілуге бір оқ атылды, қалған 4 автокөліктің дөңгелегінен атылды. Дөңгелегі жарылды, бірақ соған да ол қарамастан мұздың үстіне қарай шығып кетті, көлдің мұздың үстіне. Қарақшылар 3 көлікке қарулы шабуыл жасап, жүргізушілерінен ақша талап еткен, алайда жоспарлары жүзеге аспай, тек 2000 теңгемен шектеліпті. Соның салдарынан қылмыскерлер оңды-солды оқ атып, жүк көліктеріне біршама зақым келтірген. Тәртіп сақшылары үшін көлікпен қашқан қарақшыларды қолға түсіру оңайға соққан жоқ. Тіпті қару қолдануға дейін барған. Алдымен жоғарыға оқ атып ескерту жасаған. Нәтиже болмаған соң қызметтік көлікпен соғып тоқтатуға тура келген. Баугеспелер қылмыс жасаған қаруларын жасырып үлгеріп, оқиға орнынан тек бетперде мен 6-7 дана оқ табылған. Первый гражданин 74 года рождения. Тұтқындалған бірінші азамат 1974 жылы дүниеге келген, отбасылы, кәмелет жасына толмаған 2 баласы бар, жұмыссыз, бұрын 3 рет істі болған. Екіншісі 1975 жылғы азамат, үйленбеген, тұрақты жұмысы бар, Мойынқұм ауданының тұрғыны, бұрын 2003 жылы істі болған. Үшінші азамат 1986 жылғы, отбасылы, бір қызы бар. Полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби шараларының нәтижесінде күдіктілер Балқаш көлінің жағалауында ұсталды. Құрықталғандар Алматы, Қарағанды және Жамбыл облысының тұрғындары болып шыққан. Барлық күдікті Мойынқұм аудандық ішкі істер бөліміне жеткізіліпті. Бұл дерек сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192 бабы 2 бөлімі бойынша тіркелді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Істің толық мән-жайын тергеу құқығымен жарияланбады. Рахат Күзберген, Әділбек Самаликов, 7-7 News.